Қазақша FIFA арнасы достар, біздерде деген 3 апта бойы видео шықпады. Сендерден кәдімгідей кешірім сұраймын, себебі 3 апта бойы мен бос болмадым. Я достар, бүгін біздерде FIFA Mobile'да жаңа событие, герой деген событие шықты. Я өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Оформление, звук барлығын өзгертіп тастады. Қараңыздар, өте кәдімгідей маған қатты ұнапты. Сіздерге де ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Қазір біздер деген осы герой событиясын кіріп, обзор жасап, тағы да пактар ашатын боламыз. Сондықтан да видеоны до конца көріңіздер. Лайктарыңызды басып, арнаға жазып, давайте тез 100 подписчикке жеткізіп тастайық достар. Бұл жерде мен кірістерде өткен болатынмын. Мінекей обмен героев дейді. Мына жерде бізде обменде де шыққан, я мынандай звездный абонемент шыққан достар. Енді мен абонемент бұрында алатынмын. Қазір қатты ойнамағандықтан абонементті тоже маған қызық емес достар. Енді сіздер қызық болса өзіңіз қарайтын боласыздар. Ең соңғы игроға бізде Гомес дейтін нападающий 94. Енді бұл стоит емес, по-моему. Так, жарайды. Ең бірінші основнойға кірек. Бұл деген 33 күн тұрады екен, я, событие, по-моему, қателеспесем. Енді бұл жерде достар қараңдар. Полный вперед, сбор наград. Заберите итоговые награды в главах мотор и взрывной безлей, чтобы открыть награды этапа дейді. Так, бұл жерде бізде тоже подарка береді. 1 миллион монета. Екінші симфония в полузащите дейді. Заберите итоговую награду в главе проводник, чтобы открыть награды этапа дейді. Так, бұл жерде қараңыздар, 91 маскараны біреу и 81 дудектен 2 береді екен. Үшінші пламя и лед деп аталады. Заберите итоговые награды в главах ледяного сердца и арктический войн, чтобы открыть награды этапа. Бұл жерде бізде 85 пен 97, 75, 97, 65, 74, және де 600 000 монета. Қараңдар. 97 нападающий Воллер, Форлан, 96, Кол, Донован, Крейн, Роналдо 97, Гулит, Малдини, Родри, Месси, Эсербия, Хоун, Салах. Бүкіл бар екен осы, прикинь. Так, келесі операция героев деп аталады. Так, бұл жерде сіздерге мына жерден кірістер өтіп, мынандай билет героев дейтіндер жинайтын боласыздар күн сайын, по-моему. И және мына жерден сондай 100 билетке аша аласыздар. Достар, менде 200 болған, біреуін байқамай ашып қойдым. Енді осы жерде тағы біреуін ашып көретін боламыз. Кеттік. Так. Савио дейтін 500 мың тұратын игрок түсті. Жарайды достар, ешқандай вокалдың да жоқ бізде. Так, мына жерде жаңа геройларды көрсетіп тұр. И мына жерде достар, мынаны мен түсінбедім, осы телевизор достар. 0 неге ашып, сосын бір нәрсе аламыз да, осындай 91 маскарона берді, чегімізге прикинь. Енді головоломка дейді. Бұны түсінбедім достар, комментарийға жазып кетіңдерші. Өзімді түсінбедім, бұл деген просто так бесплатно беретін зат па, или қандай? Тағы да 0 басайық достар. Тағы да 0 басақ, бойға да айналдырып жібереді екен. Так, енді мына жерде наградады алуға бола ма? Так, бесплатно дейді. Давайте 88-97 бесплатно да ашып көрейік. Так, волкаут. Тоти Уолдоса Германия. Цап. Боруссия Дортмунд. 90 бренд. Ой, ема, бренд дейме. Ема. 3 миллион тұрады, достар, сатып жегетін болсақ нормально, по-моему. Так, мынау ше. 95-93 жоқ, бұл открывается 14-ші пактта ашылады екен. Так, мына 94. Так, бұл 21-ші март дейді. Так, бұл ашылмаған ғой, я? Бұл ашылмаған. Так, келесі головоломка героев деген бар екен. Бұл жерде деген осындай суреттерді жинайтын боласыздар. И сол кезде сіздер мынандай аватарканы алатын боласыздар. Бұл жерде түсіндіретін нәрсе жоқ. Келесі мотор дейді. Так, бұл жерде тоже осындай күн сияқты күнде ежедневный задание орындайсыздар. И мына жерден по порядку аша беретін боласыздар. Бізде 136 бар екен, давайте аша берейік. Так, 10 000 монета. Екі жүз самоцвет.
мына жерде 10 мың монета или 100 мың монета екеуінің бірінің ортасы береді, короче. 10 мың монета. Так, 35. Бразилиян. Бір игра, любой. О, Рафиня. Барса дейсің ғой. 300 мыңға сатып жүруге болады. Так, келесіні біз деген енді 45-ке аша аламыз. Так, бұл жерде бізде деген қараңдар 94 Ди Мария дейді, осындай игроктар аласыздар. Мысалы, мына АПЛ-дан қараңдар 97, 96, 95 өте мықты игроктар алуға болады екен. Так, мына жерде енді дым жоқ, явно. Сосын мына осыларды алсаңыздар болады. Так, мына взрывный близи, проводник, ледяное сердце дегендер әлі ашылмаған. Короче, осындай. Так, енді кеттік, ой, магазиннен ба, обмен, жарайды, магазиннен давайте пак ашып көрейік, достар. Так, мынау ше. Опа, мына жерде ашуға болады екен, 1250 самоцветқа. Давай нормально көріп берсей, пожалуйста. Так, кетті. О, Волколд пак, достар. Ё-моё, мынау жай стандартқа, я помню, Германия. Варатак. Айнтрах, кім бұл? Трап 85. В общем, дым жоқ қой, достар, бүгіндікке. Обменнен андай обмен жасауға. Так, надежный ревел, сплетный турнир, так, предмет. Бұл жерде жаңа ешнәрсе жоқ. Так, мына жерде обменнен не бар екен? 93-94 дейді, бізде игрок жетпейді ашуға да. Так, 85-97 бар екен. Так, опа, жетіп тұрды ашамызда. Кетік ашып көрейік, может нормальный игрок түседі шығар. Басқарына бір рет қыртысар, жарайды ешнәрсе етпес. Так. Ой, ё-моё, достар, 1 миллион түсетін Алекс Гарсия түсті. Волколд та жоқ. Вообще. Опа, кеттік. Ё-моё, бұл жерде нормальный игрок түспейді тұрса, шанс өте аз. Міне өзіңізді көргендеріңіздей. Так. Сексен 97-97. Тоже ашамаймыз. Так, валер дейді. Валерді аламыз біз? Жоқ. Бұна ошын өзінің тоже сондай обмендерін. Ё-моё, 8 обмен ашу керек. 1.94 ошын. Қызығы? Ну, баяғы қайтқан, жарайды. Короче, достар, осымен біздің обзор видеомыз аяқталды. Видеоны лайктарыңды басып, комментарий жазып, арнаға жазып, колокольчик басып, давайте тез 100 подписчикке жеткізсіздер. Сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.